Балалар, мен сендерді жинаған себебім, 2020 жыл Абай атамыздың 175 жылдығына арналған жыл. Иә, білеміз. Соған арнап Мұхтар Әуезов атамыз Абай жолы романын 4 бөлімге бөліп жазып шығарған. Акетайым, сіз білесіз бе? Мен мектепте Абай Құнанбаев туралы шығарма жаздым. Жарайсың? Мен Абай Құнанбаев туралы тақпақ жаттадым. Жарайсың? Мен сәліпте тақпақ жаттадым. Өте жақсы, тамаша бала. Жарайсыңдар балалар. Әйгерім, сен бізге осы Мұхтар Әуезов жазған Абай жолы роман эпопеясынан кішкене үзінді оқып берші. 3 күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне бала шәкірт барын салды. Қорықтан күн шыға атқа мінейік деп асыққанды бұны қаладан алып қайтқалы барған ағайыны байтасты да таң атпаста өзі. Қазір кішкене тоқтай тұр. Айта ғой Нұрали. Мен сендерге қыс туралы тақпақ айтайын ба? Қазір далада қандай жыл мезгілі? Қыс. Жақсы, онда сен Абай Құнанбаевтың қыс мезгілі туралы жазған тақпақты оқып бересің, ал біз Аружан екеуміз сен тақпақты оқып жатқанша сурет салайық қыс мезгіліне. Жақсы ма? Жақсы. Ал енді бастай ғой. Қыс Абай Құнанбайұлы. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соққау-моқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қылау түсі суық, басқан жері құлап келіп қалды. Демалысы өскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн киген оқшылайтып, аяз бенен қыз алып ажаланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазаңдалды. Бурадай бұқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуез көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тоң қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдай алмай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы титығы құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым, қор қылма, итке малды. Сонға малды жайып, күзетіңдер, ұйқы өлтірмес, қайрат қыл, бұз қамалды. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін, қол жібер мұнан тұрған кәрі шалды. Өте тамаша Нұрали, жақсы. Сен өлеңді айтып атқанда мен қыс мезгілінің қаншалықты суық және аязды болатын сезіне білдім. Солай ғой, келісесіңдер ғой менімен? Сен өлеңді айтып атқанша біздің Аружан суретті де салып дайындап қойыпты. Ой, қандай тамаша. Күшті сурет салыпсың. Ал, рахмет саған тоже Аружан. Балалар, бізді бүгін әкелерін жинаған себебін сендер түсіндіңдер ғой, я? Осы айтылған өсиет сөздерді, жаттаған тақпақтарды естен шығармай, әрдайым өмірлерінде қолдана біліңдер. Өздерінде білесіңдер, мектептесіңдер Абай атамызға арнаулы көптеген шығармалар жазыңдар, тақпақтар жаттадыңдар. Дұрыс қой? Сондықтан ұмытпайық, жақсы ма? Үлкенге көмек көрсетіп, кішіге жақсы үлгі бол.